Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін сандар мен амалдар орындау есептер деп аталатын бөлімді бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ондықтан аттап өту арқылы қосу және менің қызығушылығым. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды үйрену. Нөмірі бірінші есеп. Сырым конструктормен ойнағанды ұнатады. Ол сары түсті бөлшекке неше көк бөлшекті біріктіргісі келеді. Сырымда 6 сары түсті бөлшектер және көк түсті бөлшектер бар. Көк түсті бөлшектер саны 7. Ол мына бөлшектерді біріктіргісі келеді. Неше бөлшекті біріктіріп қойды? 6 сары және 4 көк бөлшекті біріктіріп қойды. Ал нешеуі қалды? 3-еуі қалды. Енді мына біріктір қойған конструкторлар саны қанша болды? 10 болды. Қалған 3 конструкторды қосатын болсақ, сырымда барлығы 13 конструктор. Балалар. Сырым 6 сары және 7 конструкторды бірден қосқан жоқ. Балалар. Ол бірінші қайтты 4 конструкторды қосып 10-ға дейін толтырып алды. Кейін қалған мына 3 конструкторды қосты. Демек 6 мен 7-нің қосындысын орындайтын болсақ, яғни ондықтан аттап өту арқылы қосамыз. Ол үшін бірінші қосылғышты 10-ға толтырып аламыз. Яғни толық ондық түріне келтіреміз. Кейін ал екінші қосылғышты сандар құрамына жіктейміз. Мына жағдайда көріп тұрмыз, 4 және 3. 4 және 3 сандар құрамына жіктеп аламыз. Енді осы қосындыны орындауға болады. Бірінші 10-ға дейін толтырып аламыз. Яғни 6 қосу 4. Кейін қалғанын қосамыз. Қосу 3. 6 мен 4-тің қосындысы 10. 10-ға толтырып алдық. Оған қалғанын 3-ті қосамыз. Сонда тең болады 13. Әлияның есептеуді қалай орындағанын түсіндір. Бірінші 8 бен 5-тің қосындысы. Осыны мына сандық сәулеге қарайық. Сандық сәуледе міне бізде 8, оған бізге 5-ті қосу керек. 5-тің сандық құрамы 2 және 3. Біз не істедік? Бірінші сәуле бірінші 8-ді, яғни міне бірінші қосылғышты 10-ға дейін толтырып алды. Яғни 8 қосу 2 деп. Кейін қанша қалды бізде? 3 қалды. Қосу 3. Сонда тең болады 8 бен 2-нің қосындысы 10. Оған 3-ті қосамын. Тең болады 13. Міне. 13. Екінші мысалды қарайық. 18 қосу 5. 18 қосу 5. Мына 18-ді не істеу керек бізге? Толық ондыққа дейін толтырып алу керек. Ол үшін 5-ті сандық құрамына жіктейміз. Ол 2 және 3. Біз сандық құрамда қалай жіктейміз? Яғни біз мына бірінші қосылғышты толық ондыққа дейін толтыру керек. Толық ондық дегеніміз енді 18-ден ол келесі көрініп тұр 20. Ал 20-ға дейін толтыру үшін біз 18-ге 2-ні қосуымыз керек. Сондықтан біз 5-ті 2 және 3 сандар құрамына жіктедік. Қалады 3. 18-ге 2-ні қоссақ 20. Кейін 3 тең болады 23. Келесі 38 қосу 5. Міне, сандық сәуледе көрсетілгендей, ең бірінші, мына бірінші қосылғышты толық ондыққа дейін толтырып алды. 40. Яғни қалай? Оған 2-ні қосты. Көрініп тұр. Кейін 5-тің екінші құрама саны 3. Он қалған 3-ті қостық. Яғни 40-қа 3-ті қосты. Сонда тең болады 43.
яғни 38 қосу 2 қосу 3. Сонда 40 қосылған 3 тең болады 43. Нөмірі 2-ші мысал түсіндіре отырып есепте. Б есептерін қарастырайық. 9 бен 2-ның қосындысы. Бізге балалар есімізге түсірейік. Ондықтан аттап өту арқылы қосамыз. Ол үшін мына бірінші қосылғышты 10-ға дейін толтырып аламыз. Ол үшін біз білеміз, 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. Ал екінші қосылғышты не істейміз? Сандар құрамына жіктейміз. Яғни біз білеміз, 9-ға 1-ді қоссақ 10 екен. Сондықтан 1-ден 1 деп жазамыз. Ал бұл жерде 2, яғни екінші сан құрамында 1 болады. Енді не істейміз? Қосуды орындаймыз. Бірінші 9-ға 1-ді қосамыз. Сосын мына қалған 1-ді қосамыз. 10-ға дейін толтырып алдық. 9-ға 1-ді қосам 10, кейін 1-ді қосамын. Сонда тең болады 11. Келесі. 29 қосылған 2. Дәл не істейміз? Толық 10-дыққа дейін толтыру керек. 29-дан келесі сан ол 30, яғни 30-ға дейін толтырып алуымыз керек. 29-ға 1-ді қоссақ 30 екенін білеміз. Сондықтан 1-ден 2-ның 1 құрама санын жазып аламыз 1 едіп. Екінші құрама санында 1 болады. Енді не істейміз? 29-ға 1-ді қосамыз. Сосын қалған 1-ді қосамыз. 29-ға 1-ді қосам 30, қалған қосам 1, тең болады 31. Бірінші тұрған қосылғышты толық 10-дыққа дейін толтырамыз. Ол үшін мына екінші қосылғышты сандық құрамаларына жіктейміз. 2-нікі 5-нікі 4 және 1. Яғни міне 6 мен 4-ті қосқан кезде 10 шығады, яғни 6 қосу 4, мына қалған қосамыз, қосу 1. 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең, қосамын 1, тең болады 11. Нөмірі 3-ші мысал. Конструктор жиынтығында 100 бөлшек бар. 100 бөлшек бар. Ұшақты құрастырғаннан кейін онда 30 бөлшек қалды. Ұшақ құрастыру үшін неше бөлшек пайдаланылды? Бізде конструкторлар жиынтығында барлығы 100 бөлшек бар, Кейін осы бөлшектерден ұшақ құрастырдық. Құрастырып болғаннан кейін 30 бөлшек қалды. Ұшақ құрастыру үшін қанша бөлшек пайдаланғанымызды табу керек. Енді осы берілген есептің шартын жазайық. Бізде басында болды 100 бөлшек, Кейін қанша қалды? 30 қалды. 30 бөлшек. Ұшақты құрастыруға қанша бөлшек пайдаланғанын табу керек. Яғни пайдаланылды белгісіз. Белгісіз. Біз осы есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз, Олай болса есептің шешуін жазайық. Не істейміз балар? Бізде барлығы 100 бөлшек болды. Біз не істедік? Ұшақ құрастырдық. Яғни не істедік? Алдық, Олай болса осы есептің жауабын азайту арқылы табамыз. Яғни ол үшін 100 бөлшектен мына қалған 30 бөлшекті азайтамыз. Сонда тең болады 70. Жауабы ұшақ құрастыру үшін біз 70 бөлшек пайдаландық, Қысқартып жаза салайын. Қалған А, Б есептерін өздерін шығарып көріңдер.
бүгінгі сабақ қызықты және пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңдар.